Сәлем. Менің атым Қайыржан, жасым 5-те. Ой, жарайсың Қайыржан. Қайыржан, бір жылда неше жыл мезгілі бар? 4 жыл мезгіл бар. Сол 4 жыл мезгілін маған атап берші. Көктем, жаз, күз, қыс. Ой, жарайсың. Саған қай мезгіл қатты ұнайды осы 4 мезгілдің ішінде? Қыс мезгілі ұнайды. Қыс мезгілі несімен ұнайды? Аспаннан қар жауады. Достармен аққала жасаймын. Шанамен жырғанаймын. Ой, жарайсың. Қайыржан, ендеше сен жақсы көретін қыс мезгіліндегі табиғат құбылыстарына тәжірибе жасап көрейік. Жарай ма? Ол үшін бізге мұз қажет болады, су қажет болады, ас тұзы және де осындай жіптер қажет болады. Ол үшін біз алдымен суымызға әдемі рең беру үшін осындай күлгін түсті құйып аламыз. Енді осы мұзымыздың үстіне ас тұзын себетін боламыз. Қане екеуміз бірге себейік. Қолымызға саламыз. Қазір үстіне жіптерімізді қойып шығайық. Кел екеуміз бірге қойып жіптерді. Осы мұздардың үстіне жіптерімізді қойып шығамыз. Енді осы жіптің үстіне Қайыржан біздер ас тұзын сүйіп шығайық. Қасықпен аламыз, тұзымызды аламыз, мұзымыздың үстіне сеуіп шығатын боламыз. Тұзымызды сеуіп болдық. Енді бірнеше минут күтеміз. Қане Қайыржан, жібімізді көтеріп көрейік, бірге көтереміз. Апай кісті ғой. Қайыржан, нәтижесінде тұздың ерікшілік қасиетіне байланысты мұзымыз еріп, жібімізге жабысып қалған. Қайыржан, саған тәжірибеміз ұнады ма? Я, апай, ұнады. Жарайды. Олай болса, екінші тәжірибемізге көшейік. Қайыржан, олай болса, екінші тәжірибеміз біздің үй жағдайында қолдан қар жасау. Ол үшін біз қауіпсіздік ережелерін сақтана отырып, қолымызға осындай қолғап және де бетімізге бетперде тағуымыз қажет болады. Қайыржан, бұл тәжірибемізге біздің осындай көбік қажет және де ас содасы қажет болатын болады. Көбікті аламыз, аузын ашып, осылай тақтайшаның үстіне сеуіп шығамыз. Қане. Кел саған көмектесейік. Енді осы көбігіміздің үстіне Қайыржан ас содасын сеуіп шығамыз. Қане екеуміз екі жақтан сеуіп кеттік. Ас содасы құрғақ, ұн сияқты, ал көбік ішінде ауа көп, жұмсақ. Нәтижесінде қар пайда болады. Қане енді көбік пен ас содамызды араластырып шығамыз. Қарашы Қайыржан, екеуінің қоспасы аппақ қар сияқты үлпілдек болды да? Қане енді біз осы қарымызды дөңгелетіп аққала жасаймыз ба? Саған ұнап жатыр ма Қайыржан? Қайыржан, жасаған қарларымыздан аққала құрастырайық. Қане, астына үлкенін қоямыз. Одан соң, қане сен жасағаныңды қояйықшы. Қане. Ел үстіне кішкентай қоямыз. Қайыржан, біз осы тәжірибеде не жасадық? Қар жасадық. Қардан біз не жасадық? Қарашы. Аққала жасадық. Бүгінгі тәжірибеміз саған ұнады ма? Я, апай, ұнады. Олай болса Қайыржан, қыс мезгілін сағынған кезде осылай үй жағдайында қар жасап ойнасаң болады. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Сау болыңыздар.